Спаржа, қасқыржем немесе аспарагус. Қасқыржемдер тұқымдасына жататын көп жылдық шөптесін өсімдік, көкөніс дақылы. Табиғатта Европа, Азияның шалғындары мен ормандарында өседі. Ақтөбе облысында, Ұлытауда, Алтай өңірінде, далалық және су алабындағы шалғында, қалың бұта арасында, ағаштары сирек қайыңды орманда өседі. Мамыр-шілдеде гүлдейді. Биіктігі 70-120 см. Сабағының сырты тегіс, бұтақтанып біткен. Жапырағы қабыршақты, 1-2 ұсақ гүлі болады. Құрамында С, Д витаминдері, қант, белок, каротин бар. Оның 300-ге тарта табиғи түрі кездеседі. Соның ішінде 2-3 түрі ғана елімізде үйлі-күйлі 1 жылдық өсімдік және әрлендіруші ретінде қолданылады екен. Әдемілігі ине секілді ұсақ жапырақтары бар. Осы жапырақтарының ерекшелігінің арқасында ол қыста үй жағдайында, жазда бақшада өсірілсе, флорашы мамандар оның сабағын кесіп, гүлдестелерді әрлендіру үшін қолданады екен. Сондықтан да ол баршаға әрлендіруші гүл ретінде көбірек таныс. Бойының биіктігі 40-150 см аралығында. Үй жағдайында да және бақшада да ақ түсті кішкентай гүл жарып, артынан қызыл түсті кішкене моншақ секілді жидек салады. Үй жағдайында көп өсірілетіні ине қылқанды аспарагус. Бойы биік, жартылай бұтақты болып өсетін бұл түрдің жер асты бөлігі тамыр түйнекті болғандықтан жақсы дамыған. Отаны Оңтүстік Африка. Бөлме сәні үшін қауырсынды және шпренгер аспарагустері өсіріледі екен. Қауырсынды аспарагус тікенек жапырақты, ұсақ, ақ гүлді, жемісі қызыл, мәңгі жасыл бұта. Жарық талғамайды, бірақ жылылықты қалайды. Топырақ салынған қыш құмыраларда өсіреді. Топырақ құмыраның бір бөлігі шым топырақ, бір бөлігі қарашірік топырақ, бір бөлігі жапырақ шіріндісі қосылған топырақ болуға тиіс. Бұған өзен құмын қосады. Қыста бір қалыпты, ал жазда қандырып суарады. Құрғақ ауада бұтақшалары түсін қалады. Сондықтан өсімдікке су бүркіп тұру керек. Аспарагус тұқым және бұтағын кесіп алып отырғызу арқылы көбейтеді екен. Аспарагус тұқымын мамыр-сәуір айларында құм араластырылатын жапырақ шіріндісі қосылған жұмсақ топыраққа себеді. Көктем шыққан аспарагустерді кішкентай қыш құмыраларға көшіріп отырғызады. Ал бұталан көбейткенде ең алдымен әр бұтаны жеке бөледі. Қауырсынды аспарагустың кесіп алынған бұтақшаларын сән беріп тұру үшін гүл дестелерге қосылады екен. Шпренгер аспарагусы ұсақ, нәзік, ақшыл, күлгін гүлді, жидек тәрізді, қызыл жемісті, гүл сабақтары төмен салбырап тұратын көп жылдық өсімдік. Жапырақтары үлкен әрі қатты келеді. Күтім қауырсынды аспарагустың күтіміндей. Шпренгер аспарагусын аспалы өсімдік ретінде өсіруге де қолайлы. Ашық күн астында, көлеңкеде немесе ала көлеңкеде де өсе береді. Ауа температурасы қыста 12-150 градустан төмен болмағаны дұрыс. Жазда топырағының құрғамай, ылғалды болып тұрғанын ұнатады. Қыста топырағының беткі қабаты құрғаған уақытта суғарады. Ауаның үнемі ылғалды болғанын қалайды. Сондықтан күніне 1 рет су бүркіп тұрған абзал. Ылғал жетіспесе инелері түсе бастайды екен. Жапырағының түсі қанық, сабағы толық болу үшін көктем, жаз кезеңдерінде әдемі жапырақтыларға арналған минералды тыңайтқышпен қоректендіреді. Топырағы құнарлы болу үшін жылына 1 рет шіріген көң салып тұруға болады. Ақ ұнтақ ауруымен ауруы мүмкін. Түбін бөлу және тұқымын себу арқылы көбейтеді. Түбін 4-5 жылда 1 рет бөледі екен. Тұқымы арқылы наурыз-сәуір айларында жылыжайларда көбейткен дұрыс. Спаржа жерорта теңізі елдерінде біздің дәуірімізге дейінде өсірілген. Бұл өсімдіктің емдік қасиеттерін ежелгі грек емшісі Гиппократ айтқан. 15 ғасырдан бастап спаржа Францияда, Ресейде 19 ғасырдан бастап өсіріледі екен. Сондай-ақ спаржаның 200-ден астам түрі бар екен. Олар қашу түсімен, ерте жетілумен және басқа сипаттамаларымен ерекшеленеді. Қашу жасыл, жасыл сирен және ақ. Ақ қашу арнайы технологиямен өсірілетін спаржа. Өсімдікті жарықтан және фотосинтезден қорғау үшін топырақтан жабады екен.
Сондай-ақ спаржаның 200-ден астам түрі кездеседі. Олар қашу түсімен, ерте жетілуімен және басқа сипаттамаларымен ерекшеленеді. Қашу жасыл, жасыл сирен және ақ. Ақ қашу арнайы технологиямен өсірілетін спаржа. Өсімдікті жарықтан және фотосинтезден қорғау үшін топырақпен жабады екен. Ақ және нәзік қашу нәзіктік болып саналады. Олардың құрамында күн астында өсірілген жасылға қарағанда қоректік заттар аз. Сонымен қатар 100 грамм спаржа өнімінде калория мөлшері 20, майлар 0,15 грамм, ақуыздар 2,16, көмірсулар 3,90, су 93, күл 0,60 және диеталық талшық болып енеді екен. Өскіндер тамыр және тамыр құрамында аспарагин және фолий қышқылдары, лизин, кумариндер, эфир майы, каротиноидтар, В тобындағы витаминдер бар. Витаминдер А, С, Е. Пайдалы қазбалардан темір, фосфор, мыс, мырыш, марганец, селен және калий кездеседі екен. Халықтық медицинада спаржа жүрек пен қан тамырларының жағдайын жақсарту үшін әсіресе жоғары қысымда қолданылған. Зерттеулер көрсеткендей, бұл әрекет көкөністің бөлігі болып табылатын аспарагинге байланысты. Көптеген өсімдіктерде кездесетін кумарин мен сапонин спаржада да бар. Олар адам ағзасына оң әсер етеді. Спаржа қан түзілуін жақсартуға да пайдалы. Ол қан жасушаларының түзілуін ынталандырады және анемияға көмектеседі. Медицинада спаржаның емдік қасиеттері сирек қолданылады, бірақ қажетті заттар одан оқшауланады. Аспарагин немесе спаржа сығындысы көк тамыр ішіне енгізгенде қан қысымын төмендетеді және жүрек соғу жиілігін баяулатады екен. Бұл жағдайда спаржа сығындысы әсіресе тиімді. Содан кейін қан қысымы ұзақ уақыт бойы қалыпты болып қалады екен. Спаржадан алынған препараттар подорога, бүйрек және қуық ауруларына ұсынылады. Өйткені ол денеден мочевинаны, фосфаттарды және холеридтерді кетіруге көмектеседі. Бұл ауруларда олардың мазмұны әдетте жоғарылайды. Аспарагус өсінділері жақсы диеталық өнім болып саналады. Өйткені олардың калориялары өте төмен және сонымен бірге көптеген витаминдер бар. Спаржа зармасы теріні нәрлендіру және қартаю дақтарын ағарту үшін косметологияда да қолданылады екен. Аспарагус бүйректің жұмысын ынталандырады, ол зәр шығару, ісіну және кейбір бүйрек ауруларына пайдалы. Бұл көкөніс ішекке бірдей әсер етеді. Талшықтың көптігі перистальтиканы ынталандырады. Спаржа жеу қатуды жеуге көмектеседі. Төмен калориялар болғандықтан спаржа диеталық тамақтану үшін өте қолайлы. Аспарагусты шикі немесе пісірілген түрде жеуге болады. Дәмі мен икемділігін сақтау үшін көкөністер өте қысқа уақыт бойы дайындалады. Содан кейін оларды салаттарға, сорпаларға қосуға болады және олар өздігінен дәмді болады екен. Ақ спаржа сияқты кейбір спаржа түрлері әдетте консервіленген. Пісіру алдында теріні қашудан тазартыңыз. Өркеннің ең төменгі тығыз бөлігі әдетте жеуге және кесуге болмайды. Жапырақтары бар, үстіңгі жағы керісінше өте нәзік және дәмге жағымды. Қуырылған спаржа кез келген жолмен қолданылуы мүмкін. Ыстық, салқын, жеп салатқа қоссаңыз болады. Өскендерді жуыңыз, қабығын аршыңыз. Пісіру парағын немесе пішінді маймен майлаңыз. Спаржа салыңыз, зәйтүн майын құйыңыз. Тұз және пресс арқылы ұсақталған сарымсақ себіңіз де 200 градусқа дейін қыздырылған пешке жіберіңіз. Өскендердің қалыңдығына байланысты тағам 7-15 минутта дайын болады. Аспарагусты мезгіл-мезгіл тексеріп тұрыңыз. Сондықтан сіз тағамда көп пісірмейсіз. Ол жұмсақ болып, түсі сәл өзгерген кезде спаржа пештен алынып кетуі керек. Аспарагустың көптеген сорттары бар. Негізінен жасыл, күлгін және ақ. Ақ спаржа түсі жоқ, өйткені өсу процесінде ол мұқият топырақпен жабылған. Өскіндер әдетте күн сәулесін алмайды және түсі өзгермейді. Ақ спаржа тығызырақ, нәзіктік болып саналады және маринадтау үшін өте қолайлы. Оны банкаларда сатудан табуға болады. Маринадтың құрамын тексерсеңіз, оның құрамында консерванттар мен басқа да күдікті қоспалар болмауы керек. Ең көп таралған түрі жасыл спаржа. Бұл жаңа піскенде өңделгенде дәмді. Сіз сондай-ақ ерекше күлгін қашуды таба аласыз. Олардың түпнұсқасы әшші дәмі бар. Рас, пісіру кезінде олардың түсі
жоғалады. Ең пайдалы спаржа базарлар мен дүкендерде шикі күйінде сатылады. Оның сақтау мерзімі қысқа, өйткені көкөніс неғұрлым жаңа болса, соғұрлым жақсы. Орташа қалыңдықтағы тығыз қашуды таңдаңыз. Олар пішінін жақсы ұстауы керек. Емдәндіш спаржа егін жинау маусымының басында, сәуір мен мамырда сатылады. Содан кейін ол ерөскел болады. Мұздатылған көкөністер де бар, бірақ ол тым ауыр болып табылады. Аспарагусты тоңазытқышта көкөніс жәшігінде сақтаңыз. Егер қашу жаңа болса, олар бірнеше ай бойы жатуы мүмкін, бірақ күн сайын оларды пайдалы заттар аз, ал дәмі нашар болады. Егер өсімдіктің сабақтары қурап қалса, онда қантты ерітіп бірнеше сағат бойы таза салқын суға салып қоюға болады. Аспарагус бұл шешімде күшейеді екен. Ақпарат пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.